Barchаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дамды гороховый суп, яғни асбұршақтан сорпа дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге керектісі картоп, ет және пияз және томат пастасы, сәбіз. Мен ең алдымен пиязымызды майдалап турап, етімізді ұсақтап турап, картопымызды да ұсақтап турап алатын боламын. Дәл осылай барлық картопымызды 4-ке, 5-ке бөліп, осылай үлкенде қылып турап алатын боламын. Ал сәбізімізді ұсақтау қылып, кубиктап турап аламын. Міне біздің барлық қоспамыз дайын. Енді кезекте майымызды қыздырып, осылай етімізді қызарғанша қуырып алатын боламыз. Енді кезекте пиязымызды саламыз. Оны да қызарғанша дәл осылай қуырып алатын боламыз. Барлығы жақсы араласуы қажет, жақсы қызаруы қажет. Енді кезекте сәбізімізді жақсылап қуыратын боламыз. Бір айта кететіні, бұл жерде картопымызды салмаймыз. Ұзақ қайнайтын болғандықтан біздің асбұршағымыз тек осылай ұзақ қайнағанға сәбізбен етті ғана қосамыз. Және томат пастасын салып, жақсылап қуырып, бетіне су құятын боламыз. Су мөлшері өз қалауларыңыз бойынша. Осылай қып-қызыл қып сорпамызды дайындап аламыз. Сорпамыздың астын қатты отқа қойып қайнатып, және жай отта асбұршағымызды салып қайнататын боламыз. Енді кезекте асбұршағымызды жақсылап 2 немесе 3 рет осылай қасықпен қозғап тазартып аламыз сумен. Қайнап тұрған сорпамызға саламыз. Жай отта 1 сағат қатты құм сияқты ұнтақ болсын десеңіздер, асбұршақтарыңыз 2 сағат жай отта қайнататын боламыз. Барлығы жарылып пісуі қажет асбұршағымыз. Міне қараңыздар, біздің асбұршағымыз жарылып пісті. Енді кезекте тұзбен картопымызды саламыз. Қуырған кезде тұзымызды салмадық. Өйткені асбұршақ піскенше салмаймыз. Өйткені асбұршағымыз қатты болып қалуы мүмкін. Қараңыздар, біздің асбұршағымыз дайын болды. Өте дамды, көрінісі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Қараңыздар, өте дамды асбұршақтарымыздың бәрі жарылып, таза піскен. Қараңыздар. Бұдан да ұнтақ болсын десеңіз, тағы да жарты сағатқа картопты салмай пісіріп алатын боламыз. Және тұзды да ең соңында 5-10 минут қайнап пісерінің алдында салатын боламыз. Соны ұмытпаңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.